Бүгін еліміздің барлық аймақтарында 2 күн бойы жалғасатын көктем 2024 республикалық командалық штабтың оқу жаттығулары жүргізілуде. Көктем мезгілінде орын алуы мүмкін төтенше жағдайлардың алдын алу және салдарын жою мақсатында ұйымдастырылған шараның облыстық кезеңі Қарасай ауданынан бастау алып отыр. Оқу жаттығуымыз біздің облыстық көлемде Қарасай ауданында өткізілуде. Облыстық барлық азаматтық қорғау қызметтерінің күш құралдары, атап айтқанда 144 адам мен 24 техника жұмылдырылды. Қарасай ауданының іргелі және Райымбек ауылдық округіне қарасты анықталған 3 учаске бар. Су басуға ықтимал. Осы анықталған 3 учаскеде қазіргі таңда қардан мұздан тазарту жұмыстары жүргізілуде.